Баршаңызға жалында сәлем достар. Сіздермен бірге 101 фильм және бүгін сіздерге 2020 жылға «Линия горизонта» атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Она уйдет под воду с приливом. Барда отырған Сара мен Джексон өздерінің бірге өткізген уақыттарын телефоннан қарап отыр. Жас қыз Лондондағы жұмысына тез арада қайту керек, ал Джексон болса оны аэропортқа дейін шығарып салмақшы. Бірақ та ұзақ қоштасуды ұнатпайтын Сара жігітке керек емес дейді. Бір кезде Джексон әжетханаға сұранғанда Сара білдіртпей кетуді шешті. Өйткені жігітімен бетпе-бет қоштасуға дәті жетпей тұр. Ал қайта оралған Джексонға бұл ауыр тисе керек. Арада бір жыл өткен соң Сара таксиге отырып аэропортқа қарай жол тартады. Жас қыз Маврикийда тұратын жақын құрбысы Паскальмен кездеспекші. Осылай аралға келген Сара өзіне жалға көлікті алған соң Соломон атты досының үйіне келеді. Жігіт оның көлігіне бірнеше жәшік арақты тиемекші екен. Оның айтуынша оларды коламен араластырмаған жөн. Көп замай құрбысымен кезіккен Сара онымен сарқырамада демалып жүр. Осыдан кейін екеуі де кафеде отырғанда жас қыз қайықтан түскен өзінің жігіті Джексонды көреді. Жігіті байқамас үшін бетін жауып отырса, Паскаль бұның өзі ұйымдастырған сюрприз екенін айтады. Кешке теңіздің жағасында бәрі көңіл көтеруде. Енді Сара ұялып тұрса да Джексонмен сөйлесуді шешті. Сара оны барынша әңгімеге тартуда, ал Джексон өзін суық ұстап отыр. Бір кезде ол достарымен қоштасқанда, Сара оның артынан қуып жетіп, үйге дейін шығарып салуды ұсынады. Жігіті әлі алшақтап жүр, бірақ та үйге келген екеуі бірнеше рюмкадан кейін көңіл көтере бастады. Таңертең жас қыз Родригес қаласына баратын жалғыз кемеге кешігіп бара жатқанын түсінеді. Өйткені сол жақта Паскаль үйлену тойын өткізбекші екен. Ақыры кешкен Сара шағын ұшағы бар бұрынғы танысы Фреддиге хабарласып, аралға дейін жеткізуін өтінеді. Қыз бұл жолы да жігітімен қоштаспай ұшаққа асыққан болатын. Фреддиге келген Сара одан тағы бір пассажирдің келе жатқанын естиді. Сөйтсе ол Джексон болып шықты. Тағы да Сара бірінші болып кешірім сұрауда, бірақ та Джексон бұл жолы қатты ренжіген екен. Фредди жас қызды қасына шақырып, оған ұшақты қалай басқару керек, соны түсіндірмекші. Бір кезде Фреддидің жүрегі ұстағанда, Сара тез арада жігітке су табуын өтінеді. Ал Джексон суды іздеймін дегенше Фредди рөлде жан тапсырған еді. Енді олардың ұшақтары төмен құлауда. Сонда жас қыз өзін қолға алып ұшақты қайта аспанға көтереді. Джексон Фреддиге дем бермекші, бірақ та оның қайта оянатын түрі жоқ. Ақыры үміттері қалмаған екеуі ары қарай не істейтіндерін ойлап отыр. Сара кішкентай кезінде ұшақ бойынша бірнеше сабақ алғанымен, қазір оның бәрі есінде жоқ екен. Онымен қоса GPS те бұзылып қалған, ал қайда бара жатқандарын өздері де білмейді. Екеуі радиостанцияға көмек сигналын жіберсе де ешқандай жауап жоқ. Сара ұшақты автопилотқа ауыстырмақшы. Оның ойынша Фредди ұшақты Родригеске бағыттап қойған, бірақ та автопилотта істен шыққан болатын. Ұшақтың бензині таусылайын деп тұр, сондықтан бір жерге қону керек. Өкінішке орай екеуі ұшақты қондыруды да білмейтін болып шықты. Бір кезде Сара компас арқылы бағытты өзгертпекші болып ұшақты қайта артқа бұрады. Сонда ғана олар Семюэль атты автодиспетчермен байланысқа шыққан еді. Семюэльдің айтуынша құрлық олардың арттарында қалған, сондықтан артқа бұру керек. Ал оларды арттан найзағай ұрған бұлттар күтіп тұр. Осылай екеуі не болса да құрлыққа жету үшін бұлттың ішіне кірген болатын. Найзағайдың кесірінен Сара қобалжып отыр, оның ойынша аман қалулары екі талай. Сондықтан ұшақты жоғары көтеріп бұлттан шығуды шешті. Ендігі проблема олар өте биік көтерілгендіктен екеуінің де бастары айнала бастады. Шыдамаған Сара есінен танып ұшақты төмен қарай алып кетті. Джексон оны әзер оятқан соң олар әзер дегенде тепе-теңдікті ұстайды. Енді олардың компастары бұзылған екен. Қайда бағыт алғандарын білмей жүргенде екеуі тура ұшып ақыры бұлттан шықты. Сара бензинге қараса, ол да бітейін деп қалыпты. Ұшақты екінші бакка ауыстырса да, құралдар оның жылдам таусылып бара жатқанын көрсетуде. Осыған қарағанда бак тесіліп қалса керек. Джексон оны жөндеу үшін ұшақтан шықпақшы. Егер де құлап кетсе өзі ғана өледі, ал бензин бітсе екеуі де өлуі мүмкін. Осылай өзіне арқанды байлаған Джексон ұшақтың тұмсығына келіп, тесіліп қалған бакты изолентамен жабыстырған болатын. Бірақ қайтпақшы болғанда аяғы тайып кетіп, қолын сындырып алады. Рөлді ременге байлап Сара жігітіне кабинаға кіруге көмектесуде. Джексонға тез арада көмек көрсеткен соң Сара қайта рөлге оралды. Енді ұшақтың бензині аз болғандықтан жас қыз ауыр заттарды сыртқа лақтырмақшы. Арасында Фреддидің де денесі бар. Сара танысы берген арақтарды да лақтырмақшы болғанда,
Джексон керісінше оларды бакка бензин ретінде құюды ұсынады. Жігіттің қолы сынғандықтан Сара арақтарды сыртқа шығып өзі қоймақшы. Ұшақтың төбесіне шыққанда Джексон оған бутылканы терезе арқылы береді. Ал Сара бір қолымен ұшақты ұстап, бір қолымен бензин толтыруда. Осылай 4 бутылканы қойған Сара қайта ұшаққа оралған болатын. Жас қыз крышада болғанда Джексон қонуға болатын бір шағын аралды байқапты. Бензинге қарап, енді екеуі шешім қабылдауы керек. Дәл қазір олар аралға қарай бағыт алады, немесе осыншама бензинмен сапарларын жалғастырады. Ұшақта аралға қарай бұрған екеуі оны 5 минут бойы іздесе де табатын емес. Бензин өте аз қалды, ал Сара болса қобалжып отыр. Көп замай бензин біткенде моторда тоқтап, екеуі үлкен биіктікте қалып қояды. Ақыры өлетіндерін түсінгенде Сара бірінші болып жігіттен қоштаспай кеткені үшін кешірім сұрауды шешті. Джексон да қызынан эгоист болғаны үшін кешірім сұрауда. Күтпеген жерден олар шағын аралды байқап ұшақты солай қарай бұрады. Сара құлап бара жатқан ұшақты барынша басқармақшы, бірақ та ұшақ пассажирлармен бірге теңізге құлаған еді. Джексон есінен танған екен, ал Сара болса оны қанша оятса да болмаған соң батып бара жатқан ұшақтан өзі ғана шыққан болатын. Кішкене ауа жинап қайта ұшаққа жеткен Сара жігітке құтқару кеудешесін кигізіп, оны жағаға қарай алып шығады. Бір кезде екеуі судың жақындай түскенін байқайды. Сөйтсе бұл теңізге батып бара жатқан арал болып шықты. Көп замай арал теңізге кетті, ал екеуі болса судың бетінде қалқып тұр. Онымен қоса алыстан дауыл келе жатыр. Джексон қызға өз жилетін бермекші, бірақ та Сара одан бас тартуда. Енді жігітте қызға өз махаббатын білдіруден басқа амал жоқ, өйткені өлетін уақыттарда таяп қалса керек. Сол кезде оларға Сеймел жіберген кеме келген болатын. Олар ұшақтың соңғы сигналы арқылы екеуін тапқан екен. Осылай екеуі қауіпті шытырманнан толықтай аман шықты. Осымен біздің Линия Горизонта атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписация кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.